Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болып шығатын әрі қарапайым жолмен жасалатын жент дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Жентті дайындау үшін бізге талқан, сгущенка және де ерітілген сары май қажет болады. Ең алдымен талқанға ерітілген сары майды құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Және де достар, осы сары май мен талқанды жақсылап араластырып болған соң, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай мейіз немесе жаңғақ қоссаңыздар болады. Келесі кезекте сгущенканы қосып, барлығын жақсылап біркелкі етіп тағы да араластырып аламыз. Достар, біз жасап жатқан женттің тәттілігі орташа болып шығады. Егер де сіздер бұдан да тәтті болғанын қаласаңыздар, осы сгущенкамен бірге 1-2 ас қасық шекер қоссаңыздар болады. Мінекей достар, біз барлығын жақсылап араластырып болдық. Біздің жент дайын болды. Енді кезекте біз женттің формасын жасайтын боламыз. Достар, женттің формасын жасаған кезде формасы жақсы бекітіліп, ажырамай ұстап тұруы қажет. Егер де формасы ажырап кетіп жатса, ол кезде тағы да шамалы сгущенка қосып жіберіңіздер. Мінекей достар, біздің женттер осылай шықты. Енді қалған женттерді арнайы кекстердің формаларына салып жасайтын боламын. Достар, егер сіздерде кішкентай силиконовый формалар болып жатса, соларға салсаңыздар болады. Менде осындай кекстің формалары болғандықтан, осы кекстің формаларына салып шықтым. Міндетті түрде нығыздап салуымыз қажет, арасы жақсы бекітілу үшін. Осылай қасықпен немесе қолымызбен итеріп салып отыруымыз қажет. Мінекей достар, біз қалған женттеріміздің барлығын осындай силиконовый формаға салып алдық. Барлығын дайындап алдық. Енді кезекте осы дайын женттеріміздің формасы жақсы ұсталу үшін тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде салып аламыз. Мінекей достар, біздің женттер дайын болды. Женттерімізді тоңазытқыштан шығарып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, формаға салынған женттерімізде өз формасын өте жақсы ұстап тұр. Және дәмі де өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Барлықтарыңызға ас болсын, дастарханымызда ас мол болсын.